Бисмиллах, ассаламу алейкум, сәлем баршаңызға. Мен арнама қош келдіңіздер. Егерде мен арнама әлі де тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алоэ немесе 100 жылдық әр үйде дерлік өсетін емдік гүл. Ол асқазан, ішек жолдарын ауруларын емдеу және алдын алуда, жараларды емдеу үшін белсенді қолданады. Себебі оның құрамында пайдалы минералды заттар мен дәрумендер, амин қышқылдар, эфирлер бар. Аш қарынға алоэ жеуге бола ма? Денені іске қосу және иммунитетті арттыру үшін таңертең аш қарынға сумен бірге ішу керек. Алоэ шырынының қышқыл дәмі бар. Алоэны ұйқысыздықтан зардап шегетіндерге, тұмаумен жиі ауырып, кейін ұзақ айығып кететіндерге өте пайдалы. Алоэ шырынын өзін ғана ішуге бола ма? Алоэ шырынын таза, тек қана өзін қабылдауға болмайды. Бұл ауыр аллергия тудыруы мүмкін. Өзіңізге керек мөлшерде су қосып алуға болады. Дәлірек айтқанда, суға алоэ шырынын қосу керек. Алоэ кальций, магний, калий, натрий, мырыш, мыс, хром, аргинин, лизин, валин, лейтин, глутамин, аспарагин қышқылы, пролин, серин, витамин В1, В2, ниацин, В6, С, холин, фолий қышқылы, Е, А, бета-каротинге өте бай. Гастрит кезінде алоэны қалай қолданады? Жарты стакан жаңа сығылған картоп шырынына 1 ас қасық бал, 1 ас қасық алоэ шырынын қосып қолданады. Күніне 1 шай қасықпен ішеді. Екінші жолы 3 ас қасық жалбызға қайнаған су құйып 1 сағат тұндырып қоясыз. Кейін 50 мл алоэ шырынын қосып 1 ай бойы 1 стаканнан қабылдайсыз. Алоэны қандай ауруларды емдеуге болады? Клиникалық зерттеулер барысында алоэны терінің қабыну ауруларында, жараларда, күйіктерде, күнге күйіп қалуда, үсіктерде, сондай-ақ безеуде, экземада, жәндіктердің шағуында алоэ вері гүлі жақсы көмектесті. Ішек ауру кезінде алоэны қалай дайындау керек? 100 грамм жапырақпен 100 грамм балды қосып дайындап, контейнерде араластырасыз. Қоспаны 5 сағат тұндырып қоясыз. Дайын болған тұнбаны күніне 1 шай қасықтан ішесіз. Ескеретін жағдай, бұл тұнбаны күнде таза күйінде дайындап тұру керек. Алоэ бауырға қалай әсер етеді? Алоэ шырыны бауыр циррозының алдын алу үшін ұсынылады. Алоэ адам ағзасына жақсы әсер етеді. Бауыр мен бүйрек ауруы кезінде алоэдағы шайырлар мен эфир майлары тітіркену ошағын бейтараптандырып және қалпына келтіретін әсерге ие. Алоэны тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын күніне 1 шай қасықтан 2-3 рет ішу керек. Зерттеулер көрсеткендей, алоэ қант диабеті үшін өте пайдалы. Себебі ол плазмадағы қант деңгейін бақылау арқылы қандағы глюкозаны деңгейін бақылауға және төмендетуге көмектеседі. Ескеретін жайт, алоэны бірінші пайдаланбас бұрын дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Ал енді менің видеом сізге ұнаса, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болғанымен Гүлназ.